Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгін сіздерге құрттарды организмнен қалай шығару керек, олардың емі туралы айтамын. Себебі осы сұрақтар маған көп қойылып жатыр. Біріншісі, тазалықты, жеке гигиенаны сақтау керек. Екіншісі, диета, яғни глютен, казеин, қантты шектеу керек. Себебі олар организмдегі қабыну процесін, ішектегі қабыну процесін өршітеді. Глютен дегеніміз бұл ұн өнімдері құрамында, ал казеин сиыр сүтінің құрамында болады. Үшіншісі, тамақтану гигиенасын сақтау керек. Ас қорыту ауыз қуысынан, яғни сілекейдің бөлінуінен басталады. Әрбір тағам бөлігін 30-40 рет шайнау керек. Себебі, егер тамақты дұрыс шайнамасаңыз, асқазанда астың қорытылуы бұзылады. Және ол ішекте зиянды бактериялардың қорегі болып табылады. Сондықтан осы нәрсеге мән беріңіз. Төртіншісі, асқазан қышқылдылығын жоғарылату керек. Қазіргі кезде көп адамдарда асқазан қышқылдылығы төмен. Себебі, тамақпен бірге шай, кофе ішеміз, фастфуд көп қолданамыз, олардың барлығы асқазан қышқылдылығын төмендетеді. Ал асқазан қышқылдылығы вирус, бактерияға қарсы, паразитке қарсы әсер етеді. Асқазан қышқылдылығын анықтау үшін видео бар. Сол видеода айтылған кеңеске қарап, асқазан қышқылдылығын анықтауға болады. Бауыр жұмысын жақсарту керек. Себебі бауырда өт бөлінеді. Ал өт болса, паразит құрттарға, вирустарға қарсы әсер етеді. Көбінесе осы өттің бөлінуі нашарлаған кезде олар пайда бола бастайды. Және құрттарға қарсы дәрілер олар бауырға улы әсер етеді. Сондықтан бауырдың жұмысын жақсарту керек. Құрттарға қарсы дәрілер, олар түрлері әрине көп. Оларды құрттың түріне қарай дәрігердің тағайындауымен қолданған дұрыс. Мебендазол, альбендазол, пирантел болуы мүмкін, вермокс. Энтеросорбенттерді қолдану. Энтеросорбенттер олар организмде, сіз құртқа қарсы дәрі қабылдасаңыз, өлген құрттарды, яғни организмде тазалайды олар. Сондықтан энтеросорбенттерді қолдану керек. Құрттарға қарсы дәрі шөптерді ай толған күндері қабылдаған дұрыс. Себебі ай толған күндері құрттардың көбеюі болады. Әрине құрттардың емі ол комплексна болу керек. Ол бір дәрінің әсерінен кетпейді. Видео сізге пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.